Баршаға сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Сіздерге ең оңай, бар жоғы картоп, пияз, жұмыртқадан жасалатын тағамның түрімен бөлісетін боламын. Ең алдымен пиязымызды ұсақтап турап, тапамызда қуырып алатын боламыз. Міне осылай, отымыз орташа, аздап құмшекер саласыздар. Дәл осылай 5-10 минуттай қуырып аласыздар. Картопымызды дәл осылай жұп-жұқа етіп, бір келке етіп турап аламыз. Өте оңай. Тезірек пісу үшін біз жұқа етіп турағанымыз жөн. Картоп пен пиязымыз қызарғанша осылай қуырып аламыз. Енді біз 4 жұмыртқамызға аздап куркума, тұз, бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, жаңағы картопымызды осының үстіне саламыз. Міне дәл осылай саласыздар. Жақсылап араластырып, 5-10 минутқа үстін жауып қоясыздар. Міне енді қайтадан табамызға салып, осылай асты піскенше баяу отта 5-10 минут қоясыздар. Біздің астымыз пісті. Енді осылай тарелкаға аударып, екінші жағын осылай қойып пісіріп аласыздар. Міне біздің тағамымыз дайын, өте оңай, өте жылдам дайындалады. Осылай кесіп қойсаңыздар өте ерекше болып дайындалады. Бар жоғы 3-ақ заттан тұратын тағамымыз керемет шығады осылай. Видео ұнаған болса, каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әйгерім. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.